Сәлем достар, бұл видеода бейне карта қалай жұмыс істейді, оның қалай экранға ойындар суреттер шығарады, қалай үш өлшемді графикамен жұмыс істейтінін көрсетемін. Сіздерден лайк және подписка ал, біз бастаймыз. Қазтехногид YouTube арнасында компьютер қалай жұмыс жасайды және орталық процессор деген не? Деген тақырыптарға арналған видеолар бар. Ал бұл видеода бейне карта, орысша видеокарта туралы ақпарат көресіздер. GPU латынша Graphic Processing Unit деп аталады, ол үш түрге бөлінеді. Дискретті, екіншісі процессорға орнатылған, үшінші APU. Дискретті карта орталық процессорға тәуелсіз, өзі бір комп секілді. Ол ойын компьютерлерінде және қымбат компьютерлерде орнатылады. Ол аналық тақтайшада PCI Express'те бекітіледі. Графикалық картаның ішін көру үшін салқындату жүйесін платадан бөлу керек. Тақтадағы орталық орынды графикалық процессор, яғни бейне чип, GPU алады. Ол функционалды блоктардан тұрады. Негізгі үшеуі: біріншісі текстуралық блоктар. Текстураны үш өлшемді заттың бетіне тартыңыз. Екінші есептеу ядролары. Олар жарық түсірумен айналысады, бейнені көрсетуге және түрлендіруге қатысады. Соңғысы растрлеу блоктары. Мониторға көрсету үшін дайын кадр жасаңыз. Графикалық процессор подложкада орналасқан. Бұл деректерді беру және қажетті ток кернеулерді жеткізу үшін қажет. Подложка мен тақтаның арасында дәнекерленген шарлар бар. Қосылыстың бұл түрі бүге шарлардың дұрыс орналаспауына байланыстың бұзылады. Бейне чипті өңдеуге арналған деректер оларды сақтау және нәтижелерді жазу үшін жедел жад процессорынан алынады. Бейне жады ол RAM, GPU-ны қоршап тұрған чиптер. Бүгінгі таңда 6-шы және 5-ші поколениясы өзекті. Жад чиптерінің көлемі 2 немесе 8 гигабайт. Қосылым түрі бейне чиппен бірдейгі. Подложкасында орналасқан бейне жадының тағы бір түрі HBM. Жад шинасы GPU мен RAM арасындағы арна. Ол неғұрлым кең болса, яғни бит неғұрлым үлкен болса, соғұрлым бейне чип деректерді өңдей алады. Сонымен қатар жады шинаның ені екінші буында 4096 битке дейін. 6-да 384 максимумға қарсы. Жадтың өткізу қабілеті, өңделетін ақпараттың шекті көлемі секундына гигабайтпен өлшенеді. Процессор жедел жады мен графикалық карта арасындағы деректер алмасу PCI Express қосқышындағы аналық плата арқылы жүзеге асырылады. Бұл үшін PCI Express желілері жауап береді. Олар бір беріліс үшін 2 түйреуіштен, бір қабылдауда 2 түйреуіштен және жерге қосу үшін 4 түйреуіштен тұрады. Кез келген аналық платада X16 коннекторында 16 жолға арналған байланыс алаңы бар. Графикалық карта кез келген жолдар арқылы жұмыс істей алады. PCI Express X16-да барлығы 188 контакт бар. Оның 128 деректер алмасу үшін, 9 графикалық картаны қуаттандыру үшін. Коннектор 75 Вт-қа дейін шығаралады, ал графикалық карта 600 Вт-қа дейін тұтынуы мүмкін. Ол үшін графикалық картада қосымша қуат қосқыштары дәнекерленген. Бір немесе бірнеше 6 контакт, 8 контакт немесе жаңадан пайда болған 16 пин. Бір 6 пинді 75 Вт, 8 пин 150 Вт беруге дайын. Міне осылайша компьютердегі дискретті видеокарта осылай жұмыс істейді. Ал ноутбуктарда ше, оларда да екіге бөлінеді. Қарапайым обычный ноутбуктер және ойындарға арналған. Қарапайым ноутбуктерге видеокарта процессорға орнатылған, және анау-мынау керемет ойындарды көтермейді. Тек жай-пай графикалы редакторларды ашуы мүмкін. Ал ойын ноутбуктарда дискретті видеокарта орнатылады. Бағана айтылған компьютерге орнатылатын дискретті карта секілді, бірақ та оны арнайы ноутбук палатасына 2 чип процессор ретінде орнатылады, және оның өз жадысы бар. Жадысы 4 пен 8 гигабайтқа немесе одан да көп болады. Ноутбуктердегі видеокарталар кәдімгі компьютердегі видеокарталардан сәл айырмашылығы бар. Ол сәл технологияның қысқартылуы, яғни толық технологияны қолдануға мүмкін емес. Бір видеокарта қызып кетуінен сәл ойында жылдамдық түсуі. 2. Видеокарта әрдайым ноутбукты қуат тоқ көзіне қосылып тұруына талап етеді. 3. Графикалық редактор жасағанда тоже самый. Бұл айымды әзірлеген микропроцессордың бір түрі. Ол орталық процессорды, CPU-да, графикалық процессорды да бір чипке біріктіреді. APU-ның негізгі идеясы есептеу және графикалық блоктарды бір чипке біріктіру арқылы энергия тиімділігін арттыру және архитектураны жеңілдету. APU-ның басқа атауы SAC, System on a Chip, яғни барлығы бір кристалда.
Бұл технологияны AMD компаниясы Sony компаниясына беріп және Sony PlayStation приставкаларына орнатқан. SAC, System on a Chip технологиясын Apple компаниясы да өздерінің M4 процессорларына қолданады. Осымен видеокарта туралы сіздерге барынша түсіндірдім. Видео ұнаса лайк және подписка. Сіздерге видео даярлаған Қазтехногид арнасы.